живет Пашка. Я много возьму. Как дела? Нет, только вышли, вот, да? Вот сендер қарап тұрып Мама тоже ушел? Иә. Семьяда 7-8 адам болдық. Біз бір үйден 7 адамбыз. Мен қыздың үлкені, мен балалық шағым нормально. Сондай нормально обстановка өтті. Ой, балалық шақта есімде қалғандары соқ жүректің операциясынан жарты жыл жаттым, тұра алмай. Вот сол есімде қалды. Елдер жасап 4 күнге жүріп кетеді. Мен постельный шай жаттым. Ол уақытта жағдай солай қарамайды. Сол жаманда есімде қалды. Жарты жыл оқыған жоқ, бірақ әйтеуір көшіп шықтым. 6 класс оқып жүргенде балалық шағым сол. Арман деген көп қой еді, конечно. Арманның шегіне жетпейсің ғой. Орындалды ма? Орындалды деп айтуға болады, орындалған жоқ деп айтуға болады. Енді орындалды деп айтуға болады, бірақ арқада шектері бар ғой енді, тағы да деген. Жас шақ деген ол енді кәмелеттік жасқа келген уақыт айтасыңдар ғой, жас шақ деп. Енді біз 18-імізде мектеп бітірдік, 11 класс бітірдік, потому что поэтому 18 жасымызда бітірдік, сразу жас шақ басталды. Енді 1 жарым жыл сол оқуға барамыз деп жүрдік. Жас шақ деген ол бұйырмады, не получилось. Өмірлік шешім, сосын тұрмыс құруды ойладым да, осы аталарыңа, әкелеріңе сол менен бұйрық болып, бір-бірімізді үнәтіп, кереметтей болып, бас қосып үй болып кеттік. Сол жас шақтың басты кезі есімде қалғаны. Атамен кездесу какой-то чудо болғанын білем, сол туралы айтып берсең. Ол енді, ол кісі мектеп бітірген, а мен әлі мектепте 10-11 ма сондай оқитын кездерім ғой, енді чудо болғанда. Случайно енді бір аудандық бір слетке бірдеңеге бардық, бір жарысқа бардық. Грузовой машинаның үстінде солай көрдік бір-бірімізді. Сонымен таныстық. Сонымен арғатай танысымыз жалғасты. Сол грузовой машина, сон барлық жолдастардың есінде. Ол уақыттарда такси деген жоқ, жол деген жоқ. Сол грузовой машина ішінде аудандық слетке барғанда таныстықта жалғасып кетті. Арғатай ол жақсы сезімге ұласты. Арғатай ол кісі 3 жыл әскеріне кетті. Одан келгеннен кейін 3 жыл әскер болды ма? 3 жыл болды әскер. 64 жылы кетті, 67 жылы келді. Сол біз танысқан жылы әскерге кетті. Содан 3 жылдан кейін келді. Келгеннен кейін көп ұзамай 1-2 айдан кейін сол бас қостық. Ол кісі мәдени қызметкер болып клубқа бір өлең айтып андайларға зап клуб көп кірді. 1-2 айдай. Одан кейін қайтадан призывать етілді. Содан біз шетке көшіп кеттік. Солай сразу біз бас қостық. Келген беті 1-2 айдан кейін. Где-то біз октябрьде келді ғой дейм. Біз декабрьде бас қосып кеттік. Бірге келген жолдастары да бәрі де солай. Қалай әскерден келді, бәрі мы все одновременно поженились. Отбасы болдық, естественно, енді бір 9 айдан кейін, 10 айдан кейін ана болуға тура келді. Біз ана болған кездерде ол кезде УЗИ деген жоқ. Біз ұл деп күттік, бір есте қалған жағдай. Жолдасымның енді аталарының ойына үштен кіріп шығай, мен ұл болу керек деп. Ол бізде Жанка деген қыз болып туды. Соныменен енді разочаровались енді. Қалай деген сияқты болу керек қой деп. И ничего, енді содан арқатай Жанкамыз аман сау болып өмірге келді. Өте қиындықпен келді, бірақ та аман сау болып өсті. Арық болды, но дені сау болды, ауырмады, садикке барғанша вообще бала болып ауырып көрген жоқ. Үйіміз салқын болды. Соның жалғыз өзім ғана бақтым, қолымда інім сіңілім болды. Туған уақыттарда мамамызда, енемізде, қасымызда болған жоқ. Одновременно сол өзім өмір үйретті маған. Сол баланы бақтық, соның қызығын көрдік. Әп-әдемі сүп-сүйкімді болып, кішкентай арақ 2,5 килограмм болып туды ол, между прочим. Сонымен соның қызығын көріп өсіп жүрдік. 2 жылдан кейін екінші қызымыз дүниеге келді. Солай өмір деген жалғаса берді. Бала, 1 жыл отырамыз, 1 жылдан кейін сразу жұмысқа шығып кетіп отырдық. Сразу садик, сразу жұмыс. Сол кезде солай болды, иә? Солай, өйткені стажың өліп қалады да, еңбегің зая кетеді. Сондықтан да 1 жыл үйде отырасың бала тапқаннан кейін, 0-0 жұмысқа шығасың, 0-0 жұмыс. И соның бәрі шығып жүрдік, қиындықты көрдік деп айта аламын. Ничего, терпимін, нормально. Қайда жұмыс істедің ол кезде? Поликлиникада медсестра болып істедім,
гинекологияда істедім, сосын мен кожбен кабинетте істедім, по кабинетте медсестра болып істеп жүрдім, сосын кейін детский службада соның медсестрасы болдым. Сол баламызды уақытымен тауып жүрдік, уақытымызбен жұмысымызды істеп жүрдік. Бәрі нормально, жақсы болды, ешқандай қиындық көрген жоқпыз. Сосын 3 қыздан кейін 3 қыздан кейін, почти 10 жылдан кейін 67 жылы біз қосылдық, 77 жылы ұлымыз дүниеге келді. Ұлымыз дүниеге келгеннің өзі, о да бір чудо деп айтуға болады. Қазақтарда айтылады ғой, өлі риза болмайды, тірі байымайды деп. Сол енді папаларының, әке шешесінің басын көтеріп, бейтін орнаттық, белгісін қойдық, алыс жерде, осы қарағанда 300 шақырым жерде. Қалай басын көтеріп, тұр 10 айдан кейін біз ұлымыз дүниеге келді. Біз август айында оқыстың 76 жылы август айында басын көтердік, белгісін қойдық, Құдай тамақ бердік, айдалада тау-тастың арасында. Сол енді тұра солай енді өзі қызмет жасады әке шешесіне, Құдайдан тілеп алған ұлы. И тұра 10 айдан кейін майдың ортасында біздің ұлымыз аңсарымыз дүниеге келді. Алла тағаланың ризашылығы деп біз солай біз табынамыз, сыйынамыз, сенеміз соған. медсестрадан қалай балабақшаға кеттің? Жоқ, ол енді біз енді қызмет бабына байланысты көшіп қонып жүргеннен кейін біз ана русскоязычный дейді ғой, орыснамай жерлер Көкшетау жаққа барған уақыттарда, ол уақытта тілдің дамымаған кезі, бәрі орыснамай кез, осы балаларымыздың бәрі орысша сөйлеп жүрген кез, и 89 жылы қазақ тілі туралы заң шықты. Қазақ тілін білу керек деген. Енді о жақта дұрыс беріп жатқан адам жоқ, а менің қазақ тілі Құдайға шүкір 100% орында. Мен о жақта да, сол Көкшетауға барғанда да садикте медсестра болып жүргем. Содан менің тіл байлығым мағардай қызықты да, жаңа райкомда барды да мені жұлып алды да, жаңадан бір садик ашылды, соған осы кісінің тіл байлығы жетіп тұр деп медсестрадан жұлып алды да, заведующий қылып қоя салды. Заведующий? Сразу заведующий қылып қоя салды. И сразу Алматыдан курстан усовершенствование одан өтіп келдім. И соныменен жаңағы садигіміз базисный үлкен садик болды, образцовый садик болды, между прочим. Соны басқарып жайыма кеттім. Ол жаңағы Степнякта. Степнякта, Ертөстік. Ертөстік балабақшасында. Солай болдық, сөйтіп медсестрадан, сөйтіп педагог болып жайымызға кеттік. Ана ретінде бір нәрсеге өкінішіңіз бар ма? Жоқ, ешқандай да өкінішім жоқ. Мен елдер сияқты ана болу мәртебесіне ешқашанда отказ беріп көрген жоқпын. Алла тағаланың өзі ретіменен келіп отырды. Жастардың арасында всякий бір методтар бар ғой, ондай деген басымыздан кешірген жоқпыз. Өзі уақытымен келіп отырды. Аралар 3 жас болды, 4 жас болды. Екі ұлымның арасы 8 жас, мысалы. Бәрі Алланың қолындағы жан. Ештеңе де өкінбеймін, бүйтпедім, ойбай өйттім деген өкініш жоқ. Өзі ретімен Алла тағаланың қалауымен болып отырды. Балаларға дұрыс тәрбие беру керек. Барын бар, жоғын жоқ, дұрысын дұрыс, бұрысын бұрыс деп айтып отыру керек. Соны мен жұмысын істеп жүрсем де, балалар соны түсіне білді, соны орындай білді. Балаларым ана жерде бүйтіп қойды, мына жерде сөйтіп қойды деп қызымды да ұлымды айта алмаймын. Бәрі тәртіпті, воспитанный, сондай тәрбиеде өсті. Енді өзім қалауым сол болды, артық мінез көрсеткен жоқ, ешқайсыда. Ештеңесіне өкінбеймін. Содан дұрыс болу керек, дұрыс жүріп тұру керек деп өзі былай айтылғанда, соның балалар бәрі ұқыпты болды. Үшінші қызым ғана кішкене хулиганда болды, мектептен екі алып келетінді. Ана прилежаниесі не өт деп жазып келеді, орыс мектебінде оқып, не істедің? Ұлдармен төбелестім деп келетінді. Сол бір моменттер қызық болды менде, есімде қалып. Құдай-ау, не ұл емессің, не қыз емессің деп. Өмірімдегі үлкен жетістік деген нәрсе, енді былай өзіңнің еңбегіңді, істеген қызметіңді бағалай білген уақыттарда сол жетістік, мысалы мен қай жерде сол медсестра болып істесем де, заведующий болып істесем де, сол мен істеген еңбегімді мынау жоғарғы орындағылар да, маңайымдағылар да, ортам да соны көре білді, бағалай білді. Еңбегім ақталып отырды, ештеңеге өкінбеймін, мен бүйтіп едім, оны көрмеді ғой деп айтатын кезім жоқ. Сол жұмысымды, еңбегімді, қызметімді, жүрген жерім бағалай білдім. Мен соны көп жетістік деп ойлаймын. Енді өзімнің енді кішкене былай алға ұмтылған мінезі құлқым шығар деп ойлаймын. Қазіргі жастарға мен көбінесе сол бала жағында көбісі баланың медсестрасы болдым. Сондықтан да көбісі айтатыным қазіргі жастарға балаларына дұрыс бағыт берсе екен, дұрыс тәрбие берсе екен, дұрыс жүріп тұру қадағаласа екен, өздерінің бетімен қоя бермесе екен деп айтар едім, соны өтінер едім. Сондықтан да баланың жақсы болуы өзі ортаңа байланысты, әке шешесіне байланысты. Сол балаларға дұрыс тәрбие берсе, әрі қаратай
қалыптасып, ол балалардан ешқандай жаманшылық көрмей қуанып қана өмір сүруші еді ата-анасы. Бақыт деген балаларының амандығын көру, отбасыңның, өзің семьяның амандығын көру, солардың жаманшылықтарын көрмей, тек қана жақсылықтарын көре беру дегенді мен ойлаймын, немереміздің, балаларымыздың, немерелеріміз, шөберелеріміздің өсіп, өніп, қатарға қосылып, қуантып атса, мен соны бақыт деп ойлаймын. Солардың жаманшылығын Алла тағалам көрсетпесе екен деп ойлаймын. Отбасым аман болса екен деп ойлаймын. Тек қана жақсы дәуірде өмір сүрсек екен, жақсы ортам болса екен деп ойлаймын. Мен сол деген бақыт деп ойлаймын, енді жамандық көрмесек болды. Өз балаларыңызға, немерелеріңізге, шөберелеріңізге және басқа да ұрпаққа не айтқыңыз келеді? Не айтам енді? Жақсы жүрсін, жақсы тұрсын, ақылды болсын, білімді болсын, оқуға талпынсын, жаманшылыққа мойынсынбасын, қиындықтардың бәрін бастарынан кешіре білсін. Өмірдің ағы қарасы бәрі бірдей қатарынан кездеседі, соның бәрін басынан кешіре білсін, өмірге қарсы тұра білсін, өмір сүру үшін. Барлығында жеңеміз, барлығында жақсы болады. Алдағы күніміз сондай жақсы дәуірде өтеді деген сеніммен қарай білсін, ештеңеден мойымасын деп айтар едім. Мен айтпасам да, есте сақтасын демесем де, жүрген жерімде, қай ортада болсам да, мен бірталай жерлерде тұрды, қай ортада болсам да, бәрі мен тек қана жақсы жарқыннан естерінде қалдырыпты. Ой, сен сол сөйтуші едің, ой, сен бүйтуші едің, ой, саған бізге жету қайда, менен жастар үлкен кісілердің өзі, сен сондай керемет білімді едің, сенің кісі күткенің, сенің үйін ұстағаның, сенің балаларға қарағаның деп, бәрі солар мені сөйтіп мақтай біледі. Мен соған қарап ойлаймын, дұрыс адам болып, дұрыс өмір сүрген болсам керек деп ойлаймын. Соған қарап мақтанам, значит, мен енді жамандық жағым болмаған. Қай жерде бөтен адамдардың бәрі тек қана сүйсініп қана, рахаттанып қана мені еске алып өзіме айтады. Маған приятно одан. Мен сондай болғаным ба деп. Енді басқа не айтайын, есім немен мақтанайын? Сонымен мақтанам. Елдің бәрі мен жақсы жағын есімде қалдырыпты. Жалпы өмірде ең маңызды не деп ойлайсыз? Өмірде ең маңыздысы деген, енді жаңағы бір сөздің бәрін қайталап айтқандай болып жатырмыз. Ең маңыздысы сол денсаулық деп ойлаймын, балаларының, отбасының амандығы деп ойлаймын, жүрген ортаңның, айналаңдағы адамдардың дұрыс көзқарасы деп ойлаймын. Әйтеуір жаманшылық көрмесек екен деп ойлаймын. Тек қана жақсы жағынан өмір сүрсек екен деп ойлаймын енді.